Қазіргі таңда жаһанды жайлаған пандемияға байланысты елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз халқына үндеуін жариялады. Осы үндеуде елбасымыз қиын қыстау заманда өз халқымен бірге екенін айтты. Өз тарапымыздан біз де елбасымызбен бірге екенімізді айтқымыз келеді. Осы орайда өзгенің өміріне құрметпен, өз өмірімізге жауапкершілікпен қарайық, үйде болайық. Құрметті жолдастар, ұстаздарға, ақ халатты абзал жандарға жолдаған алғысымды қабыл алыңыздар. Еліміздегі барша ұстаздарға алғысымды жолдаймын. Елімізде қазіргі кезде көкейтесті мәселе COVID-19 баршамыздың жүріс-тұрысымызды қиындатты. Осындай қиындықта қашықтан оқыту шарасына қатысып, өзінің көмегін аямай тер төгіп жүрген ұстаздарға мыңда бір алғыс. Осы сәттерде көп атаның ойында жүрген мазалы ой, өзінің бауыр еті баласының алып жатқан білімі және болашағы, сол уайымды сейілтіп біздерге білім беріп жатқан қашықтан оқыту шарасына ризамын. Біз білім алып, білмегеніміз азайып, білгеніміз көбейіп жатыр. Сіздерге айтар алғысым шексіз. Елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты ақ халатты абзал жандарға жеңілдік ретінде және олардың тез үйлеріне оралуына байланысты үйде болыңыз. Талғар медициналық колледжінің студенттері елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты үйде отырмыз. Сіз де үйде болыңыз. Біз сіздермен біргеміз.